Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Алдыңғы бөлімде мен Black Pass'та сатып алған болатынмын. Енді осы бөлімде мен PPS гелик және де тағы гараж сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, ендеше біз бастаймыз. Водолазды плотно пахать еттім, сосын анау кейсті ашқаннан кейін госқа севать еттім, нормально ақша жиналғаннан кейін мына Нурис деген баладан 3/3 Батыровада гаражда алғалы жатырмын 3.500.000-ға. Бұл енді мен дос балам болғандықтан маған осы гаражды өте арзан бағаға сатқалы жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсан от души Нурис, және де қазір ол маған жібереді, күте тұратын боламыз. Андай чанжипроппен жіберетін болсан, сондай кезде анау болып қалады 254 гараж деп ше. И мында 253 сатып алдық, и успешно от души гараж алдық. Енді бізде 29 күнге төленген, и мында открыть, закрыть басамыз, и все. Нурис, бүгінгі видеоны көріп отырсан от души арзанға бергеніне. Мына жақта енді қазір мен фейерверкке алып жегем ғой, ё-моё, аптечка аламын деп фейерверкке алып жегем. Ой, деді. В общем, Black Pass'ың заданиясын жазып жатырмын. Black Pass алғаннан кейін міне достар, көріп тұрғандарындай PPS геликті алдық. Енді қазір біз гаражға барамыз, и сосын гаражға барған соң ананы спамить етеміз. Мынау мотоға, яғни априлаға отырып аламыз. Енді гаражға қарай ұштық, короче. Гаражға да келдік, енді ішіне кіремізде /гараж деген жазамыз. Қазір күте тұрыңыздар достар, жаңа геликті шығарамыз. Мен қалтамда 1 миллион бар, мен өзім оны жинап жүрмін, водолаз жасап, потому что на геликке, мында ваша машина используется, выгрузите его. В общем, мотоны выгрузить етеміз, и қайтадан гараж деп жазамыз, изменить, доставить транспорт в гараж, и мында, жоқ, мен ревардты алмаппын достар. Қазір на жерден алып аламыз, и все. Енді ревардқа кіреміз. Так, ревард, мында гелик G500 полный істеп тұр, PPS-ті алдық. Енді доставить транспорт, и шығарамыз, и парковки, и суда достар. Көріп тұрғандарындай, осы геликті мен армандаған болатын. Алдыңғы бөлімдерде мен Black Pass сатып алған кезде бұнда гелик деген сияқты қымбат нәрселер жоқ болатын. Ол жақта чисто Хаммер деген сияқты машиналар болатын. Ал маған осы Black Pass өте қатты ұнап жатыр. Және де алдыңғы бұйырса скоро мен особый кейс ашатын боламын. Сондықтан осы мен видеоларымды үзбей қарап кетіңдер. И мында барлығын жасайтын боламыз. Бұл машинаның жағдайын әулие қылып жібереміз ғой, короче. Қазір до и после көрсетем. Көріп тұрғандарындай осындай машина, ал қазір мен сіздерге после көрсететін боламын. Тюнинг жасайтын жерге келдік. Қазір тюнинг деп басамыз, арзанмастамыз біз сонда. Так, комфорт, спортты қойық. Біз өзімізге керекті спорттарымызды қойдық. И келесі тормоз тоже қоямыз. Так, тоже сатып аламыз, и все. Келесі турбонатув, так, тоже сатып аламыз. Двигатель, тағы да солай сатып аламыз. И нагнетели. Сосын, жоқ, нагнетели, все. Нагнет детали дейді. Все, алдық. И тағы не бар? Нитро бар. Нитро 10X-ті қоямыз 120.000-ға. И біздің қалтамызда 200.000 қалды. О, достар, енді жүріс өзгеріп бастады. Енді қазір барамызда бұны цветін ауыстырамыз, қара цветке, и тонировка, стробоскоп бәрін қазір қоятын боламыз. И бізде мұнда стробоскоп анамны қоюға келдік. Ең бірінші біз неден бастаймыз? Кузовтан бастайық. Готовый цвета, и қара цветті алайық. 25.000-ға нормально деп ойлаймын. Мына көк цвет, мынандай цвет қандай жарасады екен мынаған. Так, бұған вообще жараспайды, так что қара цвет қойын. Себебі өзім қара PPS-ті өте жақсы көремін. BMW F90 PPS сияқты. И на жақтан тонировканы қараймыз. Тонировкада бізде готовый цветтан басамыз. Жоқ, мынан қазір қаранды қайтындасақ болады. В общем, готовый цветтан басамыз, инан бетеміз, и все. 35.000 сатып аламыз. Не деген қымбат, ё-моё. Так, готовый цвета тайттан и басамыз, мынаны нольға апарамыз, и бізде сатып алынды. Енді кезек бізге стробоскоп, біздің қалтамызда 200.000 қалды. Бұл нормально деген сөз. Тип 2 қандай екен? Бір түрлі, тоже бір түрлі. Тип 4 тоже, жоқ, тип 4 әдемі екен. Так что алып аламыз. Енді ары қарай енді мынаны, короче, айдап номеріне знак там анамны қоямыз. Бізде 18-ақ пробег бар екен, 19 ба, 18 ба. И гаражда, так, 333 УВ алдыңғы F90-дан номерін қоямыз. Алдыңғы F90-да басқалай номер тұр. И то бұл Қызылорданың номері. Так что осы номер тақ қоям. Өзіме ұнайтын номер, по идее, Қызыло.
енді ары қарай жалғастыра береміз. Риш Алаш деген подписчигім маған ақша берген жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души Риш. Так, бізге қанша береді екен? Примерно бір 20 мың или 100 мың берсе жетеді достар, по идее. Сендердің маған кішкентай болсын ақша берсеңіздер де солар маған жетеді достар. Сондықтан не болмаса әуре болмай қойыңыздар. И маған 120 мың берді. От души бүгінгі видеоны көріп отырсаң, Риш. Енді ары қарай жалғастырамыз. Мұнда, короче, мен рыбалкаға шығайын деп жатырмын. Мына жаққа бірінші балық аулайын деп жатырмын. И мына жақтан қазір анау рыбактың заттарын алып аламыз. И сосын балықты аулайтын боламыз. Керекті заттардың бәрін алдық. Қазір инвентарды қарайық. Ойбай, мен неге толтырып алғам? Мынау мастер трофеев дейма. Бәрімен толтырып алыппын ғой достар. Мына бәрі қалай екен, ладно достар, қазір балыққа қарай ұшатын боламыз. Геликпен рыбалкада жүрген кайф қой достар. Еще ішімен айдаған кезде барлық кайф сода көрінеді. И то андай скинге бағасың ғой, тазандай балық аулайтын адамдардың фотолары болады ғой, дәп толстылар болады ғой. Сол сияқты киініп жүрмін ғой, короче. Қазір мен бұрылып кетіппін. Қазір мына жерден солға бұрыламыз, Получается, солға бұрыламыз. И ары қарай газдавать етеміз. Газды жіберіп, біресе жіберіп отырмын ғой. Газды қосып жіберіп. Так, енді келдік. Все, достар, келдік. Енді қазір тоқтаймыз. И все. Ендігі кезек барып, анау спиннингімізді қойбай біз машинамызға емесе кетпесе болды ғой. Анау сын қалмаса болды ғой. Все, достар, мынаны қазір ремонтта қойық. Все. Ендігі кезек мынаны сәл емесе қоямыз ба дегендей бар еді негіз. Өшір қоямыз. Все. Енді сәл бір рет ашып жібересің. Все, ішіне ауа кіріп тұрады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізде спиннингті қоямыз, спиннингті аламыз. Достар, ары қарай видеомен көрсете беретін боламын. Бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чау.